Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Балқас. Бүгін мен сіздерге сүтті қыз торты, яғни молочная девочка тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Торттың құрамын әдеттегідей описаниядан қарай аласыздар. Видеоны қарамас бұрын тездетіп каналға тіркеліп қойыңыздар. Бірінші сгущенканың бір банкасын ыдысқа құйып аламыз. Үстіне жұмыртқаны қосып, бірге миксермен көпіршігенше араластырамыз. Сосын үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қопсытқыш салып, шамалы араластырып алып барып, тестамызға 2 бөліп қосамыз. Диаметрі 22 см етіп 5 корж пісіретін боламын. Пергаментті 5 коржға 5-еу етіп кесіп аламыз. Сосын кольцомен 22 см етіп барлығын сызып шығамыз. Пергаменттің сызылған бетіне емес, тестаны артқы бетіне салатын боламыз. Сол үшін анық етіп сызамыз. Енді видеода көріп отырғандарыңыздай тестамызды барлығына теңдей қылып салып шығамыз. Сосын қасықпен сызықтан шығармай тегіс қылып жаямыз. Барынша тегіс етіп жаюға тырысыңыздар, өйткені піскен кезде қисық болып қалуы мүмкін. Корж қисық болса, тортты жинаған кезде қиналатын боласыз. Сол себепті барлығын барынша ұқыпты етіп жасауға тырысыңыздар. Барлығын жайып болған соң, қызып тұрған пеште 190 градуста 5-7 минутқа пісіріп аламыз. Корждар жұқа болған соң тез піседі. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін қарап тұрып пісіріп алсаңыздар да болады. Сосын корждарды қатты қызартып жіберуге де болмайды. Торттың ортасы атайтып тұрғандай молочный болу керек. Сол себепті сәл-сәл ғана қызарту қажет. Сол кезде тортымыз әдемі шығатын болады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Алдымен сливкиді ыдысымызға құйып миксерлейміз. Сливки жайында айта кететін нәрсе міндетті түрде салқын болу керек. Жылы сливки кремге жарамайды. Дүкеннен алғаннан кейін де тоңазытқышта аз дегенде 2-3 күн тұру керек. Сәл қоюланып бастағанда творожный сырымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын қосамыз, оны да електен өткізіп алып барып қосу қажет. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Қойылға осындай қою болу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықпен алғанда ақпайды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Маған осылай кольцода жинаған ыңғайлы, ұнайды. Кольцосыз да жинасаңыздар болады. Тек астыңғы коржын ғана оң қылып қоямыз. Одан кейінгі корждарды теріс аударып салып жинаймыз. Бұл да бір торт жасаудың бір құпиясы. Бұл видеода мен барлық білгенімді ашып айтып жатырмын. Егер тағы да түсінбеген жерлеріңіз болса, білгілеріңіз келетін сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Мен бұл молочная девочка тортын кішкентай інімнің заказымен туылған күніне дайындаған болатынмын. Менің отбасымның барлығы жақсы көріп сүйіп жейтін торты. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып, мерекелер мен туған күндерде дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сөзсіз барлығына ұнайды деген сенімдемін. Сыртына кремге жасыл түсті бояғыш қосып, өз ойымдағыдай етіп әсемдедім. Сіздер де өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады.
торттарыңыз дайын болған соң бір күн тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Кремі қуырышқа ылғалдылық беріп, торттың дәмін келтіреді. Сол кезде торттарыңыз жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Менің інімнің туылған күніне дайындаған тортым дайын болды. Торттың дәмі өте керемет, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ауызға салсаң ериді. Қонақтарымыздың барлығына ұнады, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да торттардың рецептілерін салатын боламын. Күтіңіздер.